وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا дейді. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Айтқыласыздар дейді. Линнас инсандарға хусна дейді. Жақсы сөз айтқыла дейді. Жақсылықтан айтқыла дейді. Жақсы сөздерден айтқыла дейді инсандарға. Бұл жерде Алла Тағала линнас дегенде бүткіл инсандарға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдан Алла Тағала не дейді? Астағфирулла рахматал лил аламин. Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин. Біз сені бұл аламға рахмат қылып жібердік дейді. Біздің пайғамбарымыздың бұл аламға келуісі рахмат болып мейірімділік үшін келген пайғамбарымыз. Ушундай мейірімді динді алып келген, өзідан ушунчал мейірімді, кичпейіл, кечірімді, боркер инсан болған. Ошондуктан Құран-ы Каримде даңсымен бізге Алла Тағала не дейді? Оқулу линнаси хусна дейді. Инсандарға сілер жақсы, жұмшақ сөйлегілі дейді. Мейлі ал мұсылман емес болса дағын, біз мұсылман болып, ал қапыр же башқа бір инсан болса, қачан ғана бізге зұлым қылмайын, біз аға жақсы сөйлеп, жақсы мамиле қылу, біздің исламдағы бұл бір милдетіміз болады. Біздің бір Алла тараптан, дин тараптан болған бізге бір тапшырма ушул, бүткіл инсандарға біз жақсы сөзмен қайрылышымыз керек екен. Егер де сіз жақсы сөзмен қайрылсаңыз, алда сізге жақсынақай жооп береді. Көпчілік жерлерде қарап тұрсаңыз, бір жерге барасыз, бірден кедеп қайрылабыз, ал жақта жұмышта отырған кіші болуы, еркек кіші, аял кіші алдағын бір жоуыны қайтарады, ошол жерден чыр-чатақ шығады. Бұл оған бір тур емес қайрылып қоюдан чоң бір шырға айланып кетеді. Ошондуктан Алла Тағала не дейді? Оқулу линнас хусна, бүткіл инсандарға жақсы сөйлегілі дейді. Жақсылықтан сөйлегілі дейді. Жақсы хабар айтып сөйлегілі дейді. Башқа бір аятта айтады: «Ваштанибу қаула зур» дейді. Батыл, қалып болған, ақиқат емес сөздерден сақтанғыла дейді. Көрдіңіз бе? Алхамдулилля, Қырғызстанда көпчілік инсандар, көпчілігіміз мұсылманбыз. Қандай ұлытта болсын, қырғыз бі, өзбек бі, тәжік бі, қазақ бі, дунган бі, ұйғыр бі, башқа ұлыттар болсын, көпчілігіміз алхамдулилля ислам динімен жашап келіп отырмыз Қырғызстанда. А бирок исламға қанчалық амал қылып отырмыз? Динге қанчалық амал қылып отырмыз? Қанчаларыбыз ушундай Алла Тағала тыйған батыл, қалып болған, ушақ болған нәрселерден кімдер тыйылып жатады? Мына WhatsApp'ты қарасаң, YouTube'ты қарасаң, башқа жақты қарасаң, бүт ушақ, бүт ғибат, бүт қалып нәрсе, ақиқат емес нәрселерді, бүт ушыл намаз оқыған, момын мұсылман бір туғандарымыз, барыз, ла илаха иллаллаху Мұхаммад расул деп айтып тұрып, ошол нәрсені атқарып отырмыз. Анан қантып біз ертең күні ислам ушул мамлекетибизде өтө жоғарғы деңгейде жетишет, Қырғызстаныбыз өнүгөт, елибиз бактылуулукка жетет деп ойлойбуз. Биринчи эл өзү туура багыт алмайын, Алла Таала ал коомго эч качан жардам бербейт. Биринчи эл өзүбүз оңолушубуз керек. Сырткы келбетибиз, сырткы кыймыл аракетибиз эмес, балки ички дүйнө менен өзгөрүшүбүз керек. Ички дүйнөдөгү болгон караңгылыкты, батылдыкты, жахилдыкты жоюп жок кылган учурда анан Алла Тааланын нуру түшөт. Ошол мамлекетке, ошол үй бүлөгө анан Алла Тааланын берекеси түшөт. Жок анан намазды окуп коюп, жумага намазга барып коюп, же айт намазга катышып коюп, кайра эле телефонду кармап, YouTube'ду ача коюп, анан бири-бириңе комментарияны жазып, а бул паланча сен түгүнчөсүң, сен паланчасың, сен түндүк, сен түштүк, сен паланча жамаат, сен түгүнчө жамаатсың, сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп ушак айтып, бири-бирибизге батыл, акыйкат эмес сөздөр менен кайрылып олтурсак, ал жерден эч качан Алла Тааланын рахматы да болбойт ал жерге. Ошон үчүн Алла Таала буйруп аткан нерсеге амал кылсак, Алла Тааланын райымы түшөт, Алла Тааланын берекеси түшөт ошол жерге. Ошондуктан Алла Таала эмне дейт? Вакулу каулан ма'руфа дейт. Силер маруф болгон, таанылган сөздөрдөн айткыла дейт. Таанылбаган жат сөздөрдү айтпагыла дейт. Жат сөздөр кандай сөздөр? Жат сөздөр ошол акыйкат эмес, батыл эмес, калп болгон сөздөр инсандын табиятына, инсандын инсандык сыпатына бул таанылбаган сөздөр болот. Калп сүйлөгөн учурубузда, жаш кезибизде эгер калп сүйлөгөн болсоңуз,
байкайсыз ошол учурда тим эле денеңиз титиреп чыгат. Көздөрүңүз кызарып, беттериңиз кызарып чыгат. Кичинекей таза уулуңуз бар болгон болсо, сизге бир калп сүйлөп койсо, ушундай карап туруп жүздөн, көздөн билип койсоңуз болот калп сүйлөгөнүнү. Эмне үчүн? Себеби анын фитраты, анын жаратылышын Алла Таала таза кылып жараткан ар бир инсанды. Таза болгондон кийин ошол таза нерсени гана кабыл кылат. Таза нерсени гана тааныйт ал нерсени. Чоочун нерсени түртөт. Кандай эле үйүңүзгө бир чоочун киши келгенде сиз жооп бербей жатасыз го. Үйүңүзгө жөн эле киргизген жоксуз го. Ким сен? Эмне жумушуң бар деп артка түртүп салып атасыз. Ошондой эле адамдын табияты ушундай жаралган. Алла Таала бизди ушинтип жаратып койгон. Калп сүйлөгөн учуруңузда эмне болот? Ошол өзүңүздүн денеңиз ошого карап түрткү берет. Эмне үчүн? Себеби каулан маруфа эмес, таанылган сөз эмес ал. Бейтааныш, чоочун болгондуктан аны түртүп атат. Түрткөнгө карабастан биз аны кайра ошол нерсени аткарабыз. Бир жол калп сүйлөйбүз, 2 жол калп сүйлөйбүз, 3 жол калп сүйлөйбүз, акыры барып ошол нерсе жүрөгүбүзгө отуруп калат анан. Жүрөккө отургандан кийин чындыкты сүйлөө кыйын болуп, калпты сүйлөө ушунчалык жеңил болот. Атаңа да, апаңа да, досуңа да, башка бирөөгө дагы оңой олтоң эле кыйналбастан калпты сүйлөп, андан ары жумушуңду бүтүрүп кетип калабыз. Ошондуктан баштап баланы тарбиялаганда дагы ушул чындык менен тарбиялашыбыз керек. Калптыктан ушунчалык алыс кылышыбыз керек. Мүмкүн болушунча балдарыбыз калп сүйлөөдөн алыс кылганга биз аракет кылышыбыз керек. Эч качан баланы жарга такап, бир катачылыктын айынан, бир күнөөнүн айынан жарга такап алып барып туруп, аны калп сүйлөтүп койбошубуз керек. Кээ бир кичинекей күнөөлөрдү аткарган учурда дагы эмне аны көрмөксөнгө, билмексөнгө алып жанынан өтүп кетишибиз керек, бирок башка учурда ошол балабызга ошол нерсе туура эмес экендигини бир хикмат менен түшүндүрүп коюшубуз керек. Жок анан ошол учурда ошол күнөөнү жасаган, эмне үчүн ушул күнөөнү жасадың? Сен алдың ушул акчаны, сен ушундай кылдың деп жарга такаласаңыз, ал бала кутулуу максатында калп сүйлөп баштайт. Калп сүйлөйт, бара-бара ошол калп нерсе анын жүрөгүнө отургандан кийин Алла Таала айткан нерсеге амал кыла албай калат. Алла Таала эмне дейт? Ваштани бу каула зур дейт. Батыл акыйкат эмес, калп сөздөрдөн силер сактангыла дейт. Сактануу үчүн башынан баштап бул жүрөктү таза кармашыбыз керек.